Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен вулкан деп аталатын пирог дайындайтын боламыз. Қазақша атауы жаңартау. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Ол үшін шұңғыл темір ыдысқа бір жұмыртқа мен қантымызды салып, араластырып, үстіне сүтімізді құйып, кукурузды крахмалды салып, жақсылап араластырып, баяу отта ақырын пісіріп аламыз. Кейін шамалы піскен кезінде сары майымызды салып, барлығын араластырып, бетін жауып суытып қоямыз. Ендігі кезекте қамырын дайындайтын боламыз. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқа мен қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап ақ көпіршік пайда болғанша араластырып аламыз. Кейін үстіне сұйық май, сүтті құйып, какао мен қопсытқышымызды ұнның үстіне салып, електен өткізіп аламыз. Кейін миксердің көмегімен араластырып, бір келкі масса дайындап аламыз. Ендігі кезекте пирогымызды пісіретін боламыз. Диаметрі 22-24 см болатын осындай темір ыдысқа, яғни кольцоға қамырымызды салып, кейін ортасына салмамызды видеода көрсетілгендей қасықпен тура ортасына саламыз. Міндетті түрде салмасы әбден суы керек. 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған пирогымызды әбден суытып, формадан осылай видеода көрсетілгендей ажыратып аламыз. Кейін үстін өз қалауыңызша безендірсеңіз болады. Мендегі кондитерлік мешоктағы шоколад ерітілген, соны осылай видеода көрсетілгендей етіп безендіремін. Кейін үстіне қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.